Армысыздар ма, құрметті өнерсүйер қауым? Сіздермен мен Таңат Саденов. Кәсіби домбырашы болу бәріне маңызды емес болса да, домбыраны білу әр қазаққа қажеттілік. Бүгін біз бірінші сабағымызды домбыраның құрылысынан өтуді жөн көріп отырмыз. Мынау домбыраның басы. Басының арт жағында домбыраның екі құлағы бар. Мына басының алдыңғы жағында кішкентай шайтан түйек деп айтылады. Басынан төмен қарай бұл мойын. Мойнында 19 перне бар. Астына қарай мынау домбыраның қақпағы. Қақпақтың бетінде дыбыс ойығы орналасқан. Дыбыс ойығының сәл асты жағында мынаны тиек деп атаймыз. Енді домбыраның арт жағы бұны шанағы деп аталады. Шанағы. Шанағының астыңғы жағында бұны түйме деп атаймыз.